Сәлематсыздар ма? Бүгін менің жасайтын тамағым лағман. Тез даяр болатын лағман. Ол үшін маған қажетті ет, 2 картоп, 1 редька, 2 сәбіз, 1 пияз, 1 полугоркий перец және де 1 помидор. Ыдысымызды газге қоямыз және оған май қосамыз. Май қызғаннан кейін етімізді саламыз. Майымыз қызды, біз етімізді саламыз. Етіміз тұздалмаған жағдайда қосамыз. Етім қуырылды, қазір мен пиязды саламын. Пиязы әбден өлгенше қуыру керек. Пияз әбден қуырылды. Енді полугоркий перец салам. Кішкене соломка қылып туралған. Бұны да әбден қуырып аламын. Заттарым әбден қуырылды. Енді сәбіз 4 бұрышты болып туралған майдалау. Сәбізді қосамын. Редька қосамын. Және жақсылап араластырамын. Бұл сәбізді және редьканы да бір кішкене 5-10 минут қуырып алу қажет. Сосын помидор қосамын. Заттарым қуырылды. Енді помидорымды қосамын. Және кішкене 1 чайный ложка тамақ қосып жіберсеңіз болады. Тамақты кішкене қызартуға. Оны да қанша қоссаңыз өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Заттарым әбден қуырылды. Ендігі кезек суда. 2 стакан су қоссаңыз болады. 500 миллилитр. Және суым қайнағанша отын қатты қылып қоямын. Тамағым қайнады. Енді астын жайып қойып, жарты сағатқа бұқтырып қоямын. Сәбізі мен редькасы пісу үшін. Тамағымыз әбден барлық заты пісті. Енді картоп саламын. Өздеріңіз дәміне қарай тұзды саласыздар. Араластырып және 15-20 минутқа астын жай қойып бұқтырып қоямын. Бұның лапшасына мен дайын сұлтан лапшасын қолданамын. Сұлтан лапшасын бөлек суға пісіріп аламын. Тамағымның картошкасы бәрі пісті.
Тамағымның подливі даяр болды. Астын өшіріп қоямын. Енді суым қайнады. Кішкене тұз салып, енді спагеттині саламын. Спагетти, сотан спагетти. Қамырым піскенше қайнатамын. Асымыз даяр болды. Астарыңыз дәмді болсын.